Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өкшелеріңіз жарылса және осы өкшелеріңізде жарылған кезде қандай әдістерді қолдануға болатындығы туралы айтып кететін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетсеңіз өте қуанышты боламын. Олай болса бастайық. Көбіне жаз айларында көптеген адамдардың өкшесі жарылып жүреді. Мұндай өкшемен әрине сіз өзіңізді еркін ұстай алмайсыз. Ендеше өкшеңіздің жұмсақ әрі тегіс болуы үшін аяқ күтіміне аздаған уақыт бөліп, қазіргі айтылатын әдістерді жасап көрсеңіз болады. Адамдардың өкшесі түрлі себептерге байланысты жарылады екен. Мысалы, дұрыс таңдалмаған аяқ киімнен де болуы мүмкін. Тағы бір себебі дәрумендердің жетіспеуінен де болуы мүмкін. Көбіне қыздар, әйелдер қауымы жазды күні ашық аяқ киім кигенді жақсы көреміз. Сол себептен де болуы мүмкін. Сондықтан арнайы дәрігерге қаралып, алдын ала тексерілген жөн. Жарылған өкшенің ең басты емі қабыршықтанған теріні тазалау екен. Ол үшін біз ыдысқа су құйып, әрбір 1 литрге 1 шай ас қасық содасын салып, оны буласаңыз болады. Сонымен қатар қалақай, жалбыз шөптерінің тұзбасын қоса отырып, олардың да пайдасы бар екенін көресіз. Теріңіз құрғақ болса да, тері өкше бірінші жарылады. Сондықтан эфир майларын қосуыңызға болады. Ол майлар теріні жұмсартып, нәрлендіреді. Ол теріге терең сіңіп, ұзақ уақыт бойы құрғап кетуден сақтайды. Сонымен қатар бізде шабдалы майы бар. Ол жарылған жерді емдеп, теріні жұмсартады. Авокадо майы да жарылған жерді тегістеп, құрғақ теріні ылғалдыратын қасиеті бар. Осы айтылған эфир майларын сатып алмас бұрын, ішіндегі анықтама парақшасын міндетті түрде танысып, өзіңізге ыңғайлысын алғаныңыз жөн. Бәрінің мақсаты бір болғанымен, ол адамдарға әртүрлі әсер етеді. Сіздің теріңізге сәйкес келетін таңдап, нұсқаулықты суға қанша мөлшерде қосуға болатынын анықтап, біліп алыңыз. Аяққа 10-15 минут булау жасағаннан кейін міндетті түрде өкшені өкше жуғышпен жарылған жерді тазалап, артынан жуып тастағаныңыз дұрыс. Содан соң аяққа арналған крем жағыңыз, немесе майларды жағыңыз. Булау бір дегенде ойдағыдай нәтиже бермеуі мүмкін. Сондықтан да бұл булауды уақытылы күн сайын жасап тұрғаныңыз дұрыс. 5-7 рет жасалған будан кейін өкшеңіз тегістеліп, жұмсарып қалады. Сұлу өкшеге қол жеткіңіз келсе, осыны ерінбей бастаған ісіңізді аяқсыз қалдырмағаныңыз жөн.